Бәріне сәлем, сіздер Kids Sport арнасындасыздар. Мұнда біз Қазақстанның балалар және жасөспірімдер спортындағы ең қызықты оқиғаларын баяндаймыз. Біз бастаймыз. Хоккей жаңалықтарынан бастайық. 25-30 шілде аралығында Бейжіңде 2012 жылы туған командалар арасында халықаралық турнир өтті. Жеңіс үшін Қытай, Чехия және Қазақстанның 12 мықты ұжымы таласты. Еліміздің атынан Қарағанды, Шымкент және Алматының 2012 жылы туған үздік жас хоккейшілерін жинаған Алматы Нова Селект командасы қатысты. Біздің жігіттер Алматы Нова Селект қола медальдарды жеңіп алды. Бұл спортшылар үшін тамаша нәтиже және бағалы халықаралық тәжірибе. Сонымен қатар 18 жасқа дейінгі Қазақстан елдер құрамасы Словакиядағы World Select Invitational халықаралық турниріндегі өнер көрсетуін аяқтады. Нәтижесінде біздің команда Европа мен Солтүстік Американың мықты қарсыластарына қарсы маңызды ойын тәжірибесін ала отырып, 6-шы орынға ие болды. Тағы бір жақсы жаңалық. Снежный барсы форварды Таир Бегаринов жастар хоккей лигасы маусымының үздік голдарының жинағына енді. Красноярский Ресей қақпасына соққан әсерлі шайбасы МХЛ ресми рейтингінде 20-шы орынға ие болып, маусымның ең әдемі голдарының бірі атанды. Футболға көшейік. Шымкентте 2018 жылы туған командалар арасында БФЛ Cup республикалық турнирі аяқталды. Жарыстың жеңімпазы Ақтөбе 2018 командасы атанды. Жеке марапаттар да Ақтөбеге кетті. Әмір Сәкен турнирдің үздік ойыншысы, Асан Құмыстаев үздік қақпашы, ал Әбілмансұр Ержан үздік жас ойыншы болып танылды. Команданы жеңіске тренер Асылбек Қуанышбекұлы Төлесов бастап келді. Теннистен де жақсы жаңалықтар келді. Жас қарағандылық Марк Бандарев Сербиядағы Теннис Еуроп сериясының халықаралық турнирінде дебют жасады. Қазақстандық спортшы іріктеуден сәтті өтіп, бірнеше жеңіске қол жеткізді және халықаралық жарыстардың бағалы тәжірибесін алды. Келесі кезеңге өте алмағанына қарамастан, бұл турнир жас теннисшінің спортшы мансабындағы маңызды қадам болды. Қытайдың Ханчжоу қаласында World Karate Federation каратэден Азия чемпионаты жалғасуда. 15 жасқа дейінгі спортшылар арасында қазақстандық Ардақ Қартбаева 52 келіге дейінгі салмақ тәжірибесінде барлық жекпе-жегін сенімді жеңіп, Азия чемпионы атанып, алтын медаль жеңіп алды. Таразда Қазақстанның түкпір-түкпірінен 13 команданың қатысуымен волейболдан республикалық турнир аяқталды. Жарыс жеңімпазы Ақтөбе облысының командасы атанды. Күміс медальді Түркістан облысы нөмір 2 БЖСМ иеленді. Үздік тренер болып Ғабит Нұрманов танылса, үздік ойыншы атағын Айсұлу Садықов алды. Тректегі велоспорттан Қазақстанның чемпионатында ең мықты командалар анықталды. 13-14 жастағы жасөспірімдер арасында Астана 1 командасы жеңіске жетті. Екінші орында Астана 2 алды. Үшінші орын Жетісу облысының командасына бұйырды. Юниорлар арасында алтын медальдарды Астана командасы жеңіп алды. Күміс Алматы облысында, қола Петропавлскіде. Жақында Хорватиялық Загреб қаласында 3-9 тамыз аралығында болатын 16 жасқа дейінгі жасөспірімдер арасында су полосынан әлем чемпионаты басталады. Қазақстан құрамасы жарыс өтетін орынға аттанып кетті. Су полошыларымызға сенімді ойын, жарқын жеңістер мен әлем біріншілігінде сәтті өнер көрсетулерін тілейміз. Күрес әлеміне көшейік. Бакуде өтіп жатқан 17 жасқа дейінгі спортшылар арасындағы күрестен әлем чемпионатынан бірнеше тамаша жаңалықтар келді. 48 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде Бақтаулет Ағабеков әлем чемпионаты атанды. Финалда үндістандық спортшы Арианды 10-0 есебімен сенімді түрде жеңді. Қазақстанға тағы бір алтынды 55 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде әлем чемпионаты атанған Диар Аманали әкелді. Финалдық белдесуге ол венгриялық палуан Кевик Ковачтан басым түсті. 65 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде өнер көрсеткен Айша Әбдімәлік әлем біріншілігінің күміс медалін жеңіп алды. Финалға апарар жолда ол 4 сенімді жеңіске қол жеткізді. Ал шешуші кездесуге моңғолиялық спортшы Ариунзул Болдабатырға есе жіберді. Спортшыларымызды лайықты өнер көрсетулерімен құттықтаймыз. Шығарылым соңында баскетбол әлемінен қызықты оқиға. Тараздық баскетболшы Аяжан Амангелдиева 205 см бойымен Қазақстанның ең ұзын спортшысы болып саналады. Өз жолын дзюдо және волейболдан бастаған. Бірақ кейін өзін толығымен баскетболға арнады. Бүгінгі таңда Аяжан қазақстандық клубта өнер көрсетеді. Шетелдік командалардың назарын аударады.
және елдің ең перспективалы баскетболшыларының бірі болып саналады. Ұзын бойға байланысты тұрмыстық қиындықтарға қарамастан, спортшы өзінің ерекшелігі бұл артықшылық екеніне сенімді және өз үлгісімен жас спортшыларды ешқашан өзі болудан қорықпауға шабыттандырады. Осы кезекте аяқтаймыз. Бізбен бірге болғандарыңыз үшін үлкен рахмет. Кеспорт арнасында жазылыңыздар, лайк басыңыздар және жас спортшыларымызды қолдап жүрейік. Келесі рет кездескенше.